Merhaba arkadaşlar. Бүгінгі сабаққа қош келдіңіз. Біздің бүгін өтетін тақырыбымыз етістіктер, яғни филлер. Бізде бүгінгі берілген 20 етістік, бұлардың мағынасы қазақ тіліне ұқсас. Соларға сөйлем құрап, алдыңғы сабақты бірге қатыстыра отырып, яғни şimdiki zamanмен сөйлем құрайтын боламыз. Давайте кеттік. Бізде бірінші сөз gelmek, келу. Gitmek, бару, кету, yemek, жеу, içmek, ішу, almak, алу, vermek, беру, görmek, көру, bilmek, білу, demek, деу, sormak, сұрау, cevap vermek, жауап беру, söylemek, айту, сөйлеу, oturmak, отыру, yatmak, жату, çalışmak, жұмыс жасау, kalmak, қалу, қоймақ, қою, сатын алмақ, сатып алу, оқымақ, оқу, yazmak, жазу. Бұл жерде бізде байқап отырғандарыңыздай, мына жерде Бұл жерде байқап отырғаныңыздай, әр сөзде, яғни әр етістікте бізде түбірден соң мак жалғау жалғанып тұр, ол бізде нені білдіреді? Мак бұл қазақ тіліндегі у жалғау секілді. Яғни, мысалы, келу болатын болса, гел, кел, у дегендей. Бар, у, жеу, ішу, алу, беру. Бізде барлық етістіктер у әріпімен аяқталып тұр. Сол секілді түрік тілінде де етістіктер мак деген жалғаумен жалғанады. Давайте енді алдыңғы сабақты еске түсірейік. Şimdiki zaman, яғни қазіргі шақты өткен кезде бізде қандай жалғау жалғанды? Yor жалғауы жалғанды, я? Geliyorum. Жазамыз ба? Geliyorum. Gidiyorum. Yiyorum. Осы жерде мән берейік, қараңыздар. Емек деген бізде түбірі е, я? Ол бізде неге yiyorum болып өзгеріп кетті? Емек бізде yiyorum болады. Түрік тілінде өзі осы екі сөз бар. Емек бар және демек бар. Демек дегеніміз жаңағы деу, я? Бұл бізде diyorum болады. İçiyorum, alıyorum, veriyorum, görüyorum, biliyorum, diyorum. Мына жерге жазып кеттім. Soruyorum, cevap veriyorum, söylüyorum, oturuyorum, yatıyorum, çalışıyorum, kalıyorum, koyuyorum, satın alıyorum, okuyorum, yazıyorum. Алдыңғы ережелер еске түсіп жатыр ма? Бізде дауыссыз дыбыстан кейін дауысты дыбыс келу арқылы yor жалғанды, я? Енді бір сөзге мысал келтірейік. Мен қазір сабақ жасап жатырмын. Қалай болады? Мен, ben, қазір деген бізде şimdi жазайық. Ben şimdi çalışmak деген сөзді алдым. Ders дегеніміз сабақ. Ders çalışıyorum. İçmek дегенді алайық. Ішу. Ben не ішеміз? Су ішеміз, шай ішеміз, е? Su içiyorum. Satın almak дегенге келтірейік. Sen
Қандай мысал келтіруге болады? Мен алма сатып алып жатырмын дейік. Сен elma satın alıyorsun. Көрініп тұр ма? Satın alıyorsun. Ол кітап оқып жатыр. Okumak. O kitap okuyor. Ол кітап оқып жатыр. Yazmak. Біз жазып жатырмыз. Biz yazıyoruz. Біз жазып жатырмыз. Sormak. Ben soruyorum. Мен сұрап жатырмын. O cevap veriyor. Ол жауап беріп жатыр. Мен қазір не істеп жатырмын? Айтып жатырмын, я? Сөйлеп жатырмын. Söylemek. Ben söylüyorum. Сіз не істеп жатсыңыз? Сіз көріп жатсыз, я? Siz görüyorsunuz. Мына қаламды қойдым. Болатын болса. Мен сіздерге қысқаша ғана айтып жатырмын. Kalemi қойдым. Үстелдің үстіне деген сияқты. Немесе тағы отырмак. Олар сыныпта отыр. Onlar sınıfta oturuyorlar. Onlar олар сабаққа бара жатыр. Derse gidiyorlar. Так. Енді алмақ дегенге келтірейік. Ben araba, мен машина, мен көлік алып жатырмын. Alıyorum. Kalmak. Мен үйде қалдым. Ben үй дегеніміз бізде ev, үйде, evde kalıyorum. Мен үйде қаламын. Сабақ сізге барынша түсінікті болды деген ойдамын. Түрік тілін үйрену оңай әрі жеңіл. Түркияға түсу де, Түркияда оқу да оңай. Амалдар ниетке байланысты. Келесі кездескенше сау болыңыздар.